Достар, баршаңызға сәлем. Сіздер мен Каусар. Менің каналыма келіп, пайдалы видеоларымды тамашалап жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі видеода сұлы дәндерінен пайдалы сусын жасайтын боламыз. Жалпы сұлыдан жасалған сусындар әртүрлі әдістермен жасалады, бірақ мен өз әдісімді көрсеткім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мүмкін сізге осы видео пайдалы болады деген үміттемін. Және жасалу барысында сіздерге де сәттілік тілеймін. Сұлы дәндері, яғни орысша овес, бұл дәндерді қайдан алуға болады деген сұрақ болуы мүмкін. Алдын ала айтып қояйын, бұл дәндер шипалы өнім болғандықтан көбінесе дәріханаларда сатылады. Бірақ үлкен азық-түлік сатылатын базарлардан да табуға болады. Сатып алар кезде қайнатуға арналған қабығымен бірге, яғни видеода көрсетілгендегі сұлы дәндерін алыңыз, бірақ сіздер сұлы жармасымен шатастырып алмаңыздар. Бұл әрбір әмбебап дүкендерінде сатыла береді. Бұл жармамен сусын дайындауға болмайды, тек дәмді печенье, пайдалы ботқалар дайындалады. Ал енді сіздерге сұлыдан жасалған сорпаның пайдасын айтып кетейін. Егер сіз сұлыдан жасалған сусынды үнемі уақытылы ішетін болсаңыз, сіздің қаныңыздың тазалануына себепші болады және бауырдағы ауырлықты азайтады, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, ол жүректі нығайтады, ұйқыны реттейді, холестерин деңгейін төмендетеді. Жалпы айта берсем, пайдасы өте көп, жүйке жүйесінің жұмысына да жақсы әсерін береді. Егер сізде бүйрек, бауыр, жөтел, зәр ұстай алмау, әлсіз иммунитет сияқты мәселелер болса, осы сұлы сізге алғашқы көмек болып келеді. Және сіз диета ұстап, арықтап жүрсеңіз де осы сұлы сусынын ішуге кеңес берер едім. Ал енді дайындалуына кірісейік. 100 грамм сұлыны 50 градус температурадағы суға жақсылап қайта-қайта су мөлдір болғанша жуып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, суымыз осындай мөлдір болуы керек. Кейін жуылған сұлыны кастрөлге салып, үстіне 1 литр салқын таза ауыз суын құямыз. Кастрөлдің қақпағын жаппаймыз, дәл осылай плитаға немесе газға қайнағанша қоямыз. Қайнаған соң бірден оттан аламыз, ыстық күйінде үстіне 100 грамм кептірілген қара өрік, яғни чернослив саламыз. Бұл жерде кептірілген қара өрік болуы маңызды емес, оны курагамен, мейізбен айырбастауға болады. Ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты, тіпті итмұрын қоссаңыздар да, оның да пайдасы денсаулыққа өте пайдасы зор. Кептірілген өрікті салып болған соң бетін жауып, үстіне жылы сүлгі жауып, сыртын көрпемен ораймыз. Осылай ораулы күйде 12 сағатқа қалдырамыз. Он 12 сағат өткен соң қақпағын аштым және ішіндегі кептірілген қара өрікті қасықпен теріп алып, майдалап турадым. Енді сұлыны жақсылап сүзіп аламыз. Кейін сусынның үстіне жаңағы турап қойған өрікті саламыз. Соңында бізде 500 мл сұлы сорпасы шықты. Күніне 2 рет тамақ ішер алдында 30 минут қалған кезде 1 стакан шамамен 200 мл-дей ішкен дұрыс. Ішер алдында сусынды жылы күйде ішу керек, жылыту мақсатында үстіне ыстық су құйып ішесіз. Қалауыңызша 1 шай қасық бал қосып ішсеңіз де болады, бірақ ескертетін жайт, су температурасы 40 градустан аспауы керек. Асып кетсе, бал өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Егер қаласаңыз, үстіне лимон да қосып ішсеңіздер болады. Бұл сусынды тек ересектер емес, балаларға да ұсынсаңыз болады. Бірақ сусын дозасын азайтасыз, яғни шамамен 50 мл күніне 2 рет тамақтан бұрын жылы күйде берсеңіз болады.
Әрине, соны қабылдаудың кері көрсеткіштері де болады. Оны мамандармен кеңеспей ішуге болмайды. Балаларға, жүктілік және лактация кезіндегі әйелдерге, созылмалы ауруы бар адамдарға дәрігердің рұқсатынсыз ішпеу керек. Емделу ұзақтығы 2 ай, кейін 2 ай ішуді тоқтатасыз, яғни демаласыз. 2 айдан кейін тағы ішуді бастайсыз. Жыл соңына дейін осы курсты 3 рет қайталасаңыз болады. Сонымен достар, сіздерге бүгінгі рецептім ұнаса қуаныштымын. Ал сіздің өз әдісіңіз болса, астына комментарий қалдыра кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде арнама жазыла кетіңіз және алдағы уақытта осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Осымен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сіздермен болған Каусар. Амандықта жүздесейік.